Сабақты бастаудан алдын балалар каналға тіркеліп видеоға лайк басып кетейік. Сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер соны дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. 26-шы тапсырма: мәтінді оқы. Ертеде ағашты тұрмыс пен шаруашылыққа жарамдылығына қарай отындық, кәділік, ағаш деп екі топқа бөлінген. Шеберлер ағаштан әртүрлі бұйымдар жасап кәдеге жаратқан. Ағашты кескен кезде сүрегіндегі шеңберлердің санына қарап жасын анықтайды. Олар жасына қарай мынандай түрлерге бөледі: балғын жас, толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған және жетілген ағаштар. Балғын жас ағаштарды кесуге қазақтар көктей соласың деп тыйым салады. Кәрі қураған ағаштарды ғана кесіледі. Мұндай ағаштар отынға пайдаланылады. Сұрақтарға жауап бер. Неліктен ағаштар отындық, кәділік болып екіге бөлінеді? Себебі отындық ағаштар қураған және де кез келген бір бұйымды жасауға жарамсыз ағаштарды отындық ағаштар деп бөледі. Кәделік ағаштарға жақсы сапалы ағаштар жатады. Ол ағаштардан кәдеге жарайтын бұйымдарды жасайтын болған. Ағаштың жасына қарай қандай түрлері бар? Ағаштың жасына қарай балғын жас ағаштар және өсіп жетілген ағаш, көп тұрып қалған ағаштар және толық өсіп жетілмеген ағаштар. Жас ағашты неге кесуге болмайды? Жас ағашты көктей соласың деген ырыммен кесуге болмайды. Көктей соласың деп неліктен айтады? Себебін топта талқыла. Мәтіннен түбірлес сөздерді тап. Мәтіннен түсініксіз сөздерді тауып, мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Осы мәтіндегі түбірлес сөздерге балғын, ағаштар, тұрмыс, отындық, кәделік, сүрегіндегі, жасына, жетілмеген, жетілген және тағы басқа сөздер жатады. 27-ші тапсырма: берілген сөздерден туынды сөздер жасап жаз. Балалық, балақан, балақай, баламен, балалау. Сыйлық, сыймен, сыйлау, сыйлы. Екін, егінші, егіндік, егінмен және тағы басқа сөздер шығады. Шығармашылық үзіліс. 28-ші тапсырма: ойлан тап. Суреттегі адамдардың жасына қарай ағаштың түбіріне сәйкес келеді. Бірінші суреттегі бала екінші суреттегі ағашқа сәйкес келеді. Үшінші суреттегі бала бірінші суреттегі ағашқа сәйкес келеді. Екінші суреттегі бала үшінші суреттегі ағашқа сәйкес келеді. 29-ші тапсырма: сұрақтарға жауап жаз. Күн мен түн теңелетін кез. Күн мен түн теңелетін кез көктем айы, яғни наурыз айында күн мен түн теңеледі. Ең ұзақ күн қашан болады? Ең ұзақ күн жаз айында болады. Ең ұзақ түн қашан болады? Ең ұзақ түн қыс айында болады. 365 күн неше жылға тең? 365 күн бір жылға тең. Осымен сабақ аяқталды. Түсініксіз тапсырмалар болса, комментарияда сұрауларыңа болады. Және видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық.